Енді атақты Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет кесенесін салдырған, тайқазанды соқтырған Әмір Темірдің заманына өтеміз. Яғни 14-ші ғасырға. 14-ші ғасырдан хат. Хижраның 793-де, яғни 1391 жылы. Қой жылы, соған дейін жеңіліс көрмей 25 жыл ат үстінде болып жүріп өткен жерін қанға бөктіріп өрттей жалмап келе жатқан Темір көреген жеңімпаз 200 мың әскермен Самарқаннан аттанған. Бұл Әмір Темірдің ат тұяғы жеткен төңіректі бағындырып, Азияның ақсақ барысы атанған шағы. Азия барысының аяуды білмейтін тырнағы бұл жолы Алтын Ордаға ауған. Ал Алтын Орданың сол күндегі билеушісі жау жүрек Тоқтамыс Баһадүр еді. Айбарына сұңғыла ақылы, айласынан кемеңгерлігі асқан Темір көрегенге тегінде қолбасшылық қабілет шексіз дарыған. Соның өнегесін ол осы жолы да аңғартады. Сейхунды, яғни Сырдарияны кесіп тура көтерілсе, Еділдің төменгі саласында ірге тепкен Алтын Орданың астанасы Сарай Беркеге ай жарымда жетіп баруы хақты. Сірә ол жауына күтпеген сәтте шүйілуді жөн көрген. Бәлкім табаны тимеген терістік шығыстағы жаңа жерлерді кесіп өтіп өз иелігін кеңейте түсуді қалады ма? Қаһарлы қолбасшының Сейхунды бойлай жүріп, сәуір айының 2 күні Сары өзенге құлағаны анық. Оның алдында енді жусанға бөккен бетегесі белден келген шексіз құлазыған құба жон, құлама белді ежелгі Қыпшақ даласы жатқанды. Моңғол шапқыншылығынан бергі 200 жылда мұншама жортуыл көрмей, тыныштықта тусырап жатқан Қыпшақ жері тағы да ат тұяғына таптаурын болып топыраға шығып, бей-берекет түтеуге түседі. Көк жиекті шаң қабады. Күн көзін ақсақ барыстың ызбары жабады. Көктем келгенмен көгеріп шыққан көгі болмай, көгінде қалықтап шыққан құсы көлдерге қона алмай, кеше ғана мәре-сәре болып шуылдап жатқан ен сахара аз күнде құлазып, адамы босып, аңдары жосып, зор жұтауға ұшырайды. Неше күн шеруде көз тоқтатар тұғыр ілінбей, қарауыл салар биікте көрінбей ұшқысада келе жатқан Әмір Темір шексіз кең даланың тылсым үнсіздігінен жалығып, беймаза күй кешкен бағзы күні алдыңғы шолғыншыдан хабар келеді. Көкжиектің теріске қиырына көз салсаң, күншілік жерден көкірегін бұлт тіреген биік тауды көруін қақ. Оның баурайынан 10 сан бұлақ, сан тарау өзен құлайды. Көлігіңе ен өріс, жер қайысқан әскеріңе жайлы қоныс соның саясынан табылады, дейді. Сол тау Сары Арқаның кіндік жонында осы күнде де дара құздиған Ұлытау еді. Ақсақ Темірдің 20 түмен әскері сәуірдің 28 күні Ұлытауға жетіп, ат шаптырым ұзын сайлар мен әр қайсысы бір-бір бұлақ, өзен құлатқан кең қолтық бұйраттарға жайла қонады. Ұлытауда олар 3 күн, 3 түн шеру болады. Көлік тынығады, неше күн бойы шаң қаптырған шөл даланың азабы да ұмытылады. Алда ұзақ, жорық, жаңа асулар. 4-ші күні ертеңгілік мезгілде Әмір Темір қасына қолбасшы уәзір кеңесшілерін алып, Кермене ақын және бар өзінің қыл құйрық байланған қара туы қадаулы биік төбенің үстіне көтеріледі. Әміршінің қысық көзі ешқайда тоқтамай от шаша аласұрады. Төңіректің көз тұндырған көк жасыл көркін емес, көлемін өлшеп тұрған сықылды. Анау қарауылға шыққан құлжадай оқшау дараланған биік тау да, соның саялы салқын баурайы да, мына ту сыртындағы сағым ойнап, шеті көк жиекпен шектескен жалпақ жазық та Азияның азулы барысының қысық көзіне тар болып, қомсынып тұрғандай. Әлден уақытта ол қатты дауыстап, «Әй Кермене, табаным тиген мына төбешікке қандай сый лайық? Бұл енді менің елігімдегі жер ғой», дейді. Кермене ақын сөзден жаңылған ба? «О, әміршім, сенің сыйыңа лайық жер иығымен бұлт тіреген Ұлытаудың шыңы еді. Әттең соған жете алмай күйінгендіктен жаза тартқызып тұрсың ау десе керек». Әмір Темір сонда мырс етіп,
кім көрінген шыға алмайтын, ат тұяғы ешқашанда баспайтын асуы қиын асқақ шыңның маған керегі қанша. Маған мынау аттылы жаяудың бәріне таптаурын болар қарауыл шоқы ұнайды. Ұнаған соң сыйым да осыған арналады дейді. Олай десең әміршім, табаның тиген төбеге терең ор қазып, мәңгі өлмес есімің жазылған алтын табақ көмейік, деп ақыл қосады уәзірлердің бірі. Ақымақ, алтындай асылдың ешқашанда жерде жатпайтын білмеуші ме едің? Ертең-ақ өзің сықылды бір сұмпайы қазып әкетсін деп қалдырам оны. Бәрекелді, жөн сөз, ақылы бәрімізден озық, тәңірдей биік әміршім, дейді Кермен ақын. Осы тауда тастан көп қазына көрмедім, соның біріне атыңды жазып қалдыр. Сен қонған жұртқа мәңгі өшпес сондай белгі лайық. Әмір Темір сол ақылға тәнті болып, Кермене ақын, ойға қонымды сөз сөйлеп тұрсың. Мына ақымақтарға қара тастың алтын табақтан не үшін артық екенін түсіндір, дейді. Кермене ақын мәнерлеп жазу шеберлерін жұмсап, Ұлытау қойыннан үлкендігі кебежедей қарап жүр тас алдырады да, қылышын қынабынан суырып, қасында тұрған нояндарға, ал қане, осы тасқа тырнақтай сызат салып көріңдер, деп шаттана күлсе керек. Шамның осы күнгі Дамаск қаласының атақты Шарболаты да, Бағдатта соғылған Болат сүңгі де, Самарқанның әлденеше батпан сом балғасы да сандық тасқа ененің жасуындай сызат түсіре алмапты. Міне, көрдіңдер ме? Мұның алтыннан артықшылығы да осы, дейді Кермене масаттана сөйлеп. Оның бетіне түскен әміршінің есімі 1000 жылдан соң да өшпей, жел судан көшпей, мәңгі сақталады. Мұнан арғы оқиға Темірдің жорық шежіресі Шараф-ад-Дин Әли Ядзының Зафарнама кітабында бұлайша суреттеліпті. Әмірші Ұлытаудың басына шығып, алдында көсіліп жатқан ұшы-қиырсыз ен даланың көк-жасыл реңін тамашалап ұзақ тұрды. Сонсоң әскеріне тас тастырып, биік оба тұрғызуды бұйырды. Шеберлер текше тасқа бақытты оқиғаның болған мерзімін әйгілеп жазып, оның есімін ұзақ жылдарға сақтайтын мәңгілік белгі етіп қалдырды. Енді 1935 жыл, яки доңыз жылының тамыз айы. Сонау бір дүрбелең күнде Темір көрегеннің жер қайысқан қолы шаңдатып өткен ежелгі қыпшақ даласы. Сағым ойнап, бәз баяғыдай бедірейген қалпында жатыр. Бетегелі боз қырқалар, көк торғын мұнар ораған биік таулар, шексіз жазықтар, мөлдіреген көк аспанда ғасырлар көшін, замандар легін кешпеген, әсілі көрмеген сияқты. Жоқ, бұл алғашқы әсер. Әне, боз қырқа үстінен қою шаң көрінді. Соңында арқан сүйреткендей ақшулан бұлт. Ал шаңның алдындағы қара ноқат тез зорайып, құйындай зымырап келеді. Бұлар Қарсақбай комбинатына қарасты геологиялық барлау конторының бір топ кен іздеушілері еді. Көліктері сол күннің жүрдек Фордигі. Жүргізушісі Григорий Мироненко. Жолаушылардың өз сөзімен айтқанда, осы топтың шофері ғана емес, бірден бір асыраушысы. Өйткені ол күні бойы ашық далада, күн көзінде жүріп, жер қарап, кешке қарай жатар орынға титықтап жететін серіктеріне дуадақ, кейде киік атып, күн ара ыстық сорпа ішкізіп отырады. Топ жетекшісінің ынтасымен жер шола шыққан жолаушылардың қарамы шағын, небәрі 6 адам. Шақырайған өтімді күнге осалы геолог-минеролог Таисия Алексеевна. Көбіне ол Жагордың қасында кабинада отырады. Қораптың үстінде жайғасқан төртеудің үлкені Қаныш Имантайұлы. Оның қасында қос коллектор, біреуі әйел адам, үшінші серігі жасаң жұмыскер Шәріп. Қанекең 32 жылға ашаршылықта өз ауылынан әкелген жастардың ересегі. Сөйтіп бұлар беттеген жеріне жетеді. Содан не істейміз? Қарын тойдырып алайық дейді. Сөйтіп, сендер шай қоя беріңдер, тамақты дайындай беріңдер. Мен қазына қырдың басына шығып, бірден қарап келейін деп кетіп қалады Қаныш. Содан Қарашәугім бұжылдап ән салғалы қашан біраз жерді шолып, Таисия Алексеевна мен Катя Круглова қайтып оралды. Қаныш іздеп келді. Қай шаруаға болмасын шыдамсыз Сергей Рожнов дастархан жайылғанын тосқан жоқ. Екі құлақ шайды апыл-ғұпыл ішті де коллекторлық міндетін атқаруға кірісіп кетті. Ал Қаныш Имантайұлы
ұшты күйлі жоқ. Бұл кезде ол жеті қыздың теріскей жағасында алыстан түйе өркешіндей шошайған қос шоқының қиыр шеткісін қарап болып төмен түсіп келе жатқанды. Геолог бұғанда үмітпен шыққан. Етегіндегі тырбиып өскен теріскенге қызығып, өзен жарындағы топырақ түсінен де үміттеніп, әдейі көтеріліп еді. Шоқының арғы бергі бетін бірталай кезді, бірақ үміт ақталмады. Сөйтсе де, қос жақ шеттегі екінші шоқыға да соға жүрмек болды. Батыс шеті шымқай тақтатас әрі тік жарланып қатпарлана біткен биік шоқыға геолог ентігіп шықты. Төбенің үстіне көтерілгенде ақ ол өзін Ұлытаудың шар басына шыққандай сезінді. Көз жетер төңірек алақанға салғандай табан астында сұлап жатыр. Терістікте хан шапқан жазғы бұлдырайды. Ту алыста кеше өздері басып өткен қос төбелі сарлық. Оның ар жағында мен мұндалап Ұлытаудың ұлы шыңы едіге тұр. Алыстағы кеңгір саласы да осы жердің биіктігіне бас игендей мұнарланып көрінеді. Шоқының мына кереметіне таңданған геолог, бұл қандай биік, алысты жақындатқан қандай шоқы деген оймен планшетіне қараған. Күткені биік, ұзын я биіктік өлшеміне лайық тұлғалы сөздер еді. Бұл төбе соның бірінде місе көрмей өзіне ең қымбат, ең зор атауды иемденіпті. Алтын шоқы. Неге алтын? Жер суға ат қойғыш қазақ елі тегінде мұндай жөннен жаңылмаушы еді. Қолмен көмгендей аққып, көп асылды қатесіз нұсқап беретінді. Мынау да соның бірі болмағай. Көңілінде жылт еткен бір үміт, бір сенім қат-қабат жарысып дегбірін билеген сезді. Әсіресе шоқының күнбатысқа құлар жолында теңкиіп жатқан қорым тасты көрген соң-ақ шөлдегенін ұмытып алға аптыға басқанды. Қорым тастың бұрын соңда арқа тауларынан өзі көрген оба үймелерге ұқсамайтынын Қаныш Имантайұлы бірден аңғарды. Құрамы да қаланған жігі де басқарақ. Аумағы 12 қанат қазақы үйге орын болғандай кең үйменің қаланған жігіне қарап тұрып ол тағы бір өзгешелікті байқады. Қорымтас іш жағына қарай дестеленіп қаланған. Демек бұл қорған емес. Тас үйменің құлау жігі де өзгеше құрылыс екенін аңғартқандай. Геолог еңкейіп қуыстан 2-3 кесек тас алды. Таңданғаны соншалық тізерлеп отыра қалып, тағы да 2-3 тас суырды. Қолында бір жақ беті магма жынысына ұқсаған от қақтап күшті жалын шарпыған тас кесектері тұрғанына ол енді шүбәланған жоқ. Үлкейткіш шынымен зер сала үңіліп еді, тас бетінен ағаш көмірдің қалдықтарын көрді. Сірә алдындағы үйме пеш, кәдімгі дала пеші. Дөң көлбеуін түтін тартуға пайдаланып, мұржасын төбе басынан шығарған ескі пештердің орнын ол Ұлытау өңірінен жиі көретін. Мынау да соның бірі. Тек не үшін? Қандай тілгерлікпен ол осы жерге қаланған? Металл қорытса, кең көзі қашықта емес. Сондай бір зәру қымбатқа болмаса, жай ғана қазандық үшін осынша тас жиып әуреге түсудің қажеті қанша? Геолог қосқа қайтуды ұмытып кетті. Серіктерінің тосып отырғанында қапелімді есіне алған жоқ. Есіл дерті айдаладағы жабай пештің жұмбақ қызметі болып, қорым тасты әрлі-берлі ақтарды. Ақтарған сайын өз жорамалын растағандай айғақтар тауып, сенімі беки түссін. Әзірше шүбәсіз анықтағаны пеш аузы төменіректе болған. Түтін тартар қуыс жер астымен көлбей қаланып, осы өзі тұрған оппада біткен. Қортқаны да металл емес, басқа зат. Өйткені қаншама ақтарса да бір түйір металл қортпасын я кен тасын таба алмады. Бәлкім әлденені ұзақ қыздырғандай. Күн сәскеге ауып, көлеңке теңелуге айналды. Пеш орнында едәуір уақыт отырып қалған ба, таңдайы тобарсып сукысын тілегенін аңғартты. Машина өзі тұрған шоқының теріскей жақ түбінде. Тура жүрсе 1 сағатта-ақ жетіп барады. Бірақ ол бір жерді 2 мәрте баспауда іздеуші геологке жоралғы дейтін әдетімен шоқының оңтүстік жағын орағыта қайтуды жөн көрді. Кейін сан жылдардан соң да тәнті ризалықпен есіне алатын олжа оған осы арада. Шоқына алыстан орағыта жүргенде кезікті. Барлаушы геолог алтын шоқының оңтүстік бетінен сонау қым қуыт заманда Хижраның 793 жылында
Азияның айбарлы билеушісі Темір Көреген Ұлытауда қалдырып кеткен тарихи белгі тасқа кезіккенді. Әлгінде ол шұқшия зерттеген дала пеші де осы тастың бетіне таңба, мәңгі өшпес жазу қалдыру үшін көне заман шеберлері қалаған қазандық орны еді. Бұдан бірнеше жыл бұрын Ұлытау өңіріне алғаш тап болған кезінде ол осы елдің көнекөз ақсақалы Өмекең, жасырақ кезімде Ұлытаудың арғы бетіндегі көп бұйраттардың бірінен жоғалған мал қарап жүріп таңбалы тас көрдім. Құдауанда келбеті соның бір жосын өзгеше еді деп тамсана әңгімелегенді. Бірақ тастың жатқан жерін нақты айта алмай, адастырмас белгісінен тек Жетіқыз өзенінің бойын атаған. Геологтың кешелі бүгінде Жетіқыз атырабына іліккен кезден мазасызданып төбешік босатпай оба кезгені де содан. Кәрі құлақ Өмекең көрдім деген жұмбақ таңбалы тасты табуға құмар болғанды. Міне, енді сол тас қарсы алдында теңкейіп жатыр. Тас бетіндегі белгі өзі күткендей ру таңбалары емес, кәдімгі араб әріптері. Жазуы өшпеген, мәнерлі әріптер әдем шабылған. Өзіне жас күннен таныс араб, парсы, шағатай тілдерінен есінде қалған түйсікке бұрып, ежіктеп көріп еді, шығара алмады. Бастапқы жолын әрең ажыратты. Кәдімгі мұсылман жұртының ежелгі рәсімі бойынша әрбір сәлем хат, ресми деректердің алдында қосақтала жүретін Бисмилля рахман рахим деп басталатын дұға сөздері. Қос басында қараша үгімді қайната тосудан шаршап, іздеуге шыққан серіктері топ жетекшісін тас бетіндегі жұмбақ жолдарды ежіктеп отырған сәтте тапты. Сергей Рожновтың естелігінен. Шәріп екеуміз іздеп барғанда, Қаныш Имантайұлы таңбал тастың іргесінде көлеңкелеп отыр екен. Бізге жайраңдай қарап, қане жастар мынаны қозғап көрелік. Алтын шоқыдан алтынға бергісіз қазына таптық білем. Меніңше өте қымбат дүние. Сірә көне уақыттың белгісі деп түсінік бергені есімде. Қымбаттығы рас болу керек. Геологтың шымыр болаттан құйылған балғасымен түйкіштік көрбедік, титтей де сызат түсіре алмадық. Үшеуміз олай-бұлай ырғап қозғай алсақшы. Зіл мауырлығы сонша. Қосқа келіп шай ішіп біраз демалған соң қайта бардық. Мен фотокормен бетіндегі таңбасын суретке түсірдім. Таңбаның анық көрінуін ойлап, суретке түсірерден бұрын кәдімгі тіс ысатын ақ ұнтақпен әрбір әрпін мұқият ағартып шыққанмын. Осы тас туралы жарияланған еңбектерді безендірген айшықты сурет дүниеге осылай келді. Өзі тапқан белгі тастың фотосуретін Қаныш Имантайұлы Мәскеуге КСРО ғылым академиясына жолдаған. Бірнеше айдан соң академияның хабаршы журналында Ұлытау тасы туралы хабар жарияланды. Белгілі шығыс зерттеушісі профессор Поппе тас бетіндегі жазуды ажыратып, оның көне дәуір белгісі екендігін, Әмір Темір жорғынан қалғандығын, тіпті жазылған жылы мен мәтінін де анықтайды. Бертінде қазақ ғалымы Әлкей Хақанұлы Марғұлан оны қайра зерттеп, былай деп түп нұсқаға жақындата тәржіма жасаған. Тәңірі несіп бергей. Тарих Исті 192-де қой ел, Язаның ара айы, Туранның Сұлтаны Темірбек 100 мың черік білі, Тоқтамыш хан білі санычмаққа үйчді. Бұ ерден өтіп, белгі болсын деп, бұ обаны қобарды. Иншалла, Тәңірі бұл кішіге рахмат қылғай, бізні дұға беле ят қылғай. 1936 жылдың күзінде Қарсақбайға Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың атына Ленинградтан хат келді. Хатты Эрмитаждың сол кездегі директоры академик Орбели жолдапты. Академияның Ұлытауға арнаулы ғылыми экспедиция жіберуге шешім алғанын, Темірдің жорық жолында қалдырып кеткен тас белгісі бұдан былай Эрмитажда сақталатындығы жайлы ғылыми кеңестің қаулысы болғанын хабарлай келіп, экспедиция мүшелерінен таңбалы тас жатқан алтын шоқыны көрсетуді өтініпті. Сөйтіп, 14 ғасырдың көне белгісі сол күзде-ақ әлем асылдарының ұлы ордасы Эрмитаждың 10-шы залына 2 терезе аралығындағы бірінші тағанға қойылыпты. 1969 жылдың ақпан айында мен оны сол жерде көргемді. Тек тасты тұтас әкете алмай, жазу түскен бетін болат пышақпен қарыстай қалың етіп кесіп әкеткен.
деп жақшаның ішіне жазып қойыпты. Сірә автор Медеу Сәрсеке жазған болса керек. Қаныш Имантайұлы Ұлытау тасына геологиялық саяхат кезінде кездейсоқ жолыққан. Тек оның тарихи ескерткіш екендігін бірден болжамдап КСРО ғылым академиясына хабарлауын кездейсоқ харекет деуге бола ма? Жоқ. Әрнеге әуестік, одан да гөрі ғылым сырына құмарлық оны 20 жасында есеп шыңғылына қойып кетіп, қазақша алгебра оқулығын жазуға бастады. Тап сол ынтызарлық студент Сәтбаевты туған халқының ауыз әдебиет үлгілерін жинауға әуе етіп, бұл істеде тыңға түрен салғандай фольклор іздеушілердің бірі болғандығын аңғартты. Сол саладағы алғашқы еңбегі Семейде шығатын Қазақ тілі газетінің 1923 жылғы 13 желтоқсанда Байшуақ деген лақап атпен обаған әнінің туу тарихын, сол әнді айтушы қартаң әйел мен тыңдаушы көптің әсерін жариялаған екен. Неге Байшуақ деген лақап атпен десеңіз, бұл Сәтбай атасының есімінің шуақты, сәулелі, сәтті мағынасынан туған сөз. Қаныш Имантайұлының 8 ғырлы бір сырлығына бір деректер келтіре кетейік. 1926 жылдың 13 қаңтарында Қазақтың тұңғыш театры Қызылорда қаласында шымылдығын ашты. Сол театрға жұмыс бабымен Қызылордада жүрген Қаныш Сәтбаев барып қалады қойылымдарды қызықтауға. Содан кейін содан алған әсерін қағазға түсіреді. Ол Еңбекші Қазақ газетіне ұсынылады сосын. Ол жерде бүй дейді Қаныш Сәтбаев. Әміре дейді. Бұл Әміре Қашаубаевты айтып отыр. Бұл жолы назарын Қанапия, Жанбота сияқты зор дауыспен шырқалып шалқып салынатын қазақтың ескекті әндеріне молырақ көңіл бөлгендігін көрсетті. Бұл әрине сүйсінерлік нәрсе. Мұнан былай да Әміре сияқты әншілер осы бағыттан таймау дұрыс болар еді. Өйткені Қанапия, Жанбота, Сырымбет, Алтыбасар, Топайкөк, Шама сияқты ескі әндер қазақ елінің саф ауа, сайын дала, сарғымызға емін еркін өрістеп жүрген дәуіріндегі шығарған сарындары. Сондықтан олардың нақысында еркіншілік, еркелік, өжеттік сезімдер күшті. Бұл жөнінде көрсетерлік аз кемшілік, яғни Қаныштың критикасы. Әміренің Қанапияның аяғын тым шолағырақ қайратындығы дей келіп, шын семсерін тереңірек жайтқа бұрады. Концерт бөліміндегі нашар шыққан Құрманбектің, яғни бұл Құрманбек Жандарбеков, хоры. Ол шынында хор емес, дейді. Өйткені хор, тенор, альт, бас сияқты әр дауыстың үндестігінен құралған унисон. Бұған шынында Құрманбек кінәлі емес. Қазақстанның қазіргі мәдениеті, театр күштерінің лебіз жүйесіндегі жалпы жастығы кінәлі. Қалибектің мысқалдары мен Мұхаммедидің бие айрықша көз салып, көңіл бөлерлік нәрселер, өткір, орынды, улы мысқыл көпшіліктің міндерін түзеу жолында ең күшті құралдың бірі екендігі даусыз. Өйткені жабайы сөздер тек сүйектен өтетін болса, улы мысқыл оның ар жағындағы бүйректен де тесіп өтуі мүмкін. Мақала иесі 3 түрлі ұсыныс айтқан. 1. Театр ел өмірінің түзу айнасы. 2. Театр ел міндерінің құрулы тезі, төреші ұстазы. 3. Театр қазақтың салт сана, күйі, сарындары сияқты мәдениет пен өнер кендерінің терең ошағы, ұйытқысы. Бұл негіздерді жүзеге асыру жолында ұлт театрына әлі де болса келешекте көп қайрат, қажыр қазына керек болады. Міне осындай терең әрі алуан білімдарлығы Сәтбаевтың. Әрине бұл жерде критика, сынау, бұл мін тағу, айыптау үшін емес, керісінше осы бір өнер әрі қарай дамысын, осы сындарын түзеп әрі қарай күшейе берсін деген ниетпен жазған анық. Қаныш Сәтбаев жас қазақ инженері Том технология институтында білім алған депті ұлтымыздың ән күй мұрасын жинаушы Александр Викторович Затаевич 500 қазақ әндері мен күйлер жинағының 267-ші түсінігінде. Бұл 31 жылы шығарған жинақ.
Баянауыл әндерін ол өте көп біледі және келістіре орындайды. Мына жинақ үшін ол көптеген әндер мен әуендерді айтумен бірге солар туралы өте құнды деректер қосып, мәтінін орыс тіліне мұқият аударып та берді. Затаевич бірде-бір айтушыдан, ал олардың ішінде Әміре Қашаубаев, Майра Уәлиқызы, Қали Байжанов, Ғаббас Айтбаев, Жұмат Шанин, Жүсіпбек Аймауытов, Ілияс Жансүгіров сияқты әуен дүлдүлдері мен білгірлері бар, бірақ нақ Қаныш Сәтбаевтай ерекше мол ән жазбаған. Яғни жаңағы саңлақтар ән берген Затаевичке, бірақ ең көп берген Қаныш Сәтбаев, одан асқаны жоқ. Сондағы қанша ән десеңіз, 25 ән Қаныш Сәтбаев Затаевичке табыстаған. Сірә инженер жігіттің ән қоры, орындаушылық мәнері де айрықша зор болған. Сірә екеуі Мәскеуде кездесіп, ұзақ сағаттар жұмыс істеген. Ескертер жайт. Қаныш Имантайұлы Затаевичтің 1920-1935 жылдар аралығында қазақ халқының ән күй мұрасын мұқият жинап, көпшілігін біржола ұмыт болудан сақтап қалған ізгі ісін ерлікке балап, ерекше құрмет тұтып ізденісіне шама шарқынша қолғабыс еткен. Ал Затаевич ұзын саны 2500 ән күйді сақтап қалған. Әсілі зерттеушіні ұлықтаудан ол Александр Викторович дүниеден қайтқан соң да жаңылмаған. Мәскеуде Новодевичье зиратындағы қабіріне Қазақстан атынан құлыптас қойылуына мұрындық болған. Марқұмның басына жиі барып мінәжат етуден де айнымаған. 1958 жылы Алматыда ғылым баспасында жарық көрген Александр Викторович Затаевич зерттеулер, естеліктер, хаттар және құжаттар атты академиялық үлкен монографияда Қазақ КСР ғылым академиясы президентінің ынта жігермен дүниеге келгені зиялы қауымға жақсы мәлім. Онымен қоса, Том мемлекеттік университетінің Сібірдегі ең ескі және ерекше бай кітапханасынан мен туған халқымның фольклорлық шығармаларының небір асыл нұсқаларын таптым. Соның кейбірін жұртшылыққа жеткізуге талап та жасадым. Солардың ішінде мені әдеби тілінің шұрайлығы, кестелі жырының сонылығы, тарихи этнографиялық деректерінің молдығы жөнінен едіге туралы жыр қатты қызықтырды. Ту баста оны Шоқан Уәлиханов жазып алыпты. Кейіннен профессор Мелиоранский жариялапты. Дайын тұрған нұсқаны қазіргі қазақ емлесіне түсіріп, өз атымнан алғы сөз жазып, 1924-25 жылдар аралығында бітіріп, Мәскеудегі КСРО халықтарының орталық баспасына жібердім деген түсініктеме оқимыз. Қаныш Имантайұлының 51 жылы ресми мекемеге жолдаған хатынан. Енді ол бұны баспаға жіберіп, сонымен тоқтамайды, бұл шіркін. Жырды баспадан шығарушы одан әрі дастанда аталған сом тұлға Сатемірдің шындығында Ақсақ Темір аталған әмірші екенін дәлелдейді. Оның да қарсыласы Тоқтамыстың да кім болған тәптіштей қазады. Сөз соңында Тоқтамыс сынды өзі қойған текешігінің көрсеткен өрескел қоқайын көтере алмай ашуына мінген Ақсақ Темір 1391 жылы жер қайысқан қолмен Алтын Ордаға жөнеледі дегенде, ол әрине 8 жылдан соң тап өзі сол жорықтың ізімен жүріп, темір көреген қалдырып кеткен тас белгіге жолығарын білмеген. Шүбәсіз жайт, әрдайым білуге, көруге, жүруге ынтызарлық жер асты қазынасын сәтті іздеумен қоса геолог Сәтбаевты ғылымның өзге саласында да соны жаңалықтарға жолықтырып отырған. Бұның бәрі оған не үшін керек? Атақ үшін, мал үшін жоқ, зерттеу үшін, білу үшін, туған жерінің кен тасынғаны емес, соның ой қырына түскен әрбір із, таңбаны, ескілі жаңалы тарихты, мәнді оқиғаны біліп, жете тану үшін. Ғылым жарағына, ел кәдесіне жарату үшін, соны жас ұрпақ кейінгі толқын көкейіне дартып, биік мұраттарға, ілгері мәдениетке жетелеу үшін. Оның дара жаратылысы сол, іздеу, әр қашанда жаңалыққа құмарлану. Енді Қаныштың сол күндегі жұмыс тәртібі жайлы оқып кетейік. Қаныш Имантайұлының өзі де кеңседе болған күндерінде ерте кеш демей, түнді таңға жалғап, қайсы бір кезде 15 сағат талмай отырып өндіре еңбек етеді. Мұндай қарбалас күндерде ол кабинетіне таңғы сағат 6-да келетінді. 2 сағаттан соң қималас қабырғадағы
пәтеріне барып, ұйқыдан оянған бала-шағасымен шүйіркелесіп отырып, ертеңгілік асын ішеді. Қазақ та шайға да рахаттана бас қоятын мезгілі осы. Одан соң тағы да бас алмай жұмыс істейді. Түскі астан кейін жарым сағат көз шырмын алуда бұлжымас ғадеті. Жазып отырған есебін бітірмесе, геолог түннің бір уағына дейін жұмыс орнынан кетпейтін. Тек жүйкесі қажыған сәттерде ғана қабырғаны тықылдатып, шай алдырады. Өздері әулиедей құрметтейтін контора бастығы осылайша күнді түнге жалғап, берілі жұмыс істейтінін көрген соң, қарауындағы қызметкерлерді уақытпен есептеспей еңбек етеді. Ешкімге ол сен сүйте қой демейді. Әркім өз жағдайына қарай икемделіп, тапсырылған жұмысты уақытында істеп тастауға құлшыныс білдіреді. Бүкіл кеңсе қарбалас еңбекке жұмылған сәтте төргі бөлмеден Қаныш Имантайұлының «Руфочка» деген жайдары үні саңқ ете қалады. Руфа Казанцева орнынан лып етіп тұрып кабинетке еркін кіреді. Ал кейде «Руфина Константиновна, бергеліңізші» деді ме, камералкадағы жұрт тым-тырыс тына қалып, төргі бөлмеге жаутаңдап қарап, құлақ түреді. Казанцеваның тікелей өзіне қатысты шақыру болса, бастықтың дауысы қатты шықпайды. Әредік қана, мұныңыз қалай, сізден мұны күтпеп едім деген тәрізді ескертудің үзіктерін ғана естисің. Ал қателік қызметкерлердің бірінен болды ма, Қаныш Имантайұлының үні саңқылдап, «Мынаны қараңызшы, қарауыңыздағы қызметкерлердің не істеп қойғанын, өзіңіз неге көрмегенсіз?» «Жоқ, мұндай жұмысты қабылдамаймын, қайтадан жасатыңыз» деп ширатып жатқанын ұғасың. Құлағына деген қызарған аға коллектор әлден уақытта кабинеттен сүмірейіп шығады да жұмысына кіріседі. Бұл уақытта одан ештеңе сұрауға болмайды. Сұрасаң да жауап ала алмайсың. Ал Қаныш Имантайұлы сыртқа шығып кеткенде, Руфаға тілі бітіп, жұмысын оқыпсыз орындаған қызметкерлерді жүнше түтуге кіріседі. Қорғанып та, ақталып та ештеңе айта алмайсың. Абзалы үнсіз тыңдау. Ең дұрысы қателігіңді тезірек түзеу. Бір ғажабы, моншаға түсіп сілікпе көргендердің бірде-бірі кек сақтап, болмаса реніш айтпайды. Әділ сынға кім наразы? Қателеспейтін жан, сүрінбейтін тұяқ бола ма? Қаныш Имантайұлының өзі де кейде камералкаға бас сұғып, дүйім жұрттың көзінше, «Мына чертежді қайтадан жасасаңыз қайтеді? Кінәлі мен өзім, кейбір деректерін кеш көрдім. Тек ренжімеңіз» деп қиылып тұрғанда не дейсің? Тегінде бұл ұжымның ұйымшылдығы осындай ашық сын, өзара ауызбірліктен қалыптасқан. Ағайынды кісілер жұмыста жат, үйде бауырмыз десіп еңбек еткен соң, әрқашанда солай болмақ. Себебі жұмыста жат болмасаң жеміс жоқ, үйде бауыр болмасаң жақындығы жоқ деп біз қосып қояйық. Үлкен жезқазғанның дабыры атағы көпшілікке мәлім болғалы, әсіресе 34 жылғы ғылыми сессиядан соң орталықтағы зерттеу институттарынан, жобалау мекемелерінен, түрлі басқарма, трестерден әрқилы өкілдер, ірі мамандар, есімі әйгілі үлкен ғалымдар Ұлытау қойнындағы қисапсыз мол қазынаны көзмен көруге ынтызар болған. Оның ішінде Кассин, Русаков, Яговкин, Чухров, Кузнецов, Крестовников, профессор Пригоровский, соңғы кезде КСРО ғылым академия корреспондент мүшесі, кейінірек академик Григорьев сықылды бәрі ұлағатты жандар. Олардың Қарсақбайға келуі, Жезқазғанды, басқа да кеніштерді жата-жастана аралауы, кен іздеуші қарапайым геологтар мен техниктер үшін әрқашанда ұмытылмас оқиға. Білімпаздардың нақтылы көмегі, дер кезінде айтқан ақыл кеңестері қонақтар қайтқан соң да жыл бойы аңыз қып айтып жүретін ұзақ та қызық әңгіме. Ең ғажабы, бәрі де өздерімен бір қазаннан ас ішіп, бір палаткада жатып, далалық партияның адамдары нендей бейнет шексе қоса көтеріп, саяхат тауқыметін бірге бөлісетін нағыз еңбекқор зиялылар. Иван Степанович Яговкин соңғы келгенде Қарсақбай геологтарын жинап келелі сұхбат жасаған. Қымбатты әріптестер, көп уақыт Жезқазған туралы жаңсақ пікірде болып, кен орнын түпкілікті және кең түрінде барлауға зиян келтіргенді мойындаймын. Ақырында шындық жеңді. Сондықтан да мен, қымбатты Қаныш Имантаевич, сіздің табанды күресіңізге ризалық білдіріп, Жезқазған қазынасын барлауда тереңде жасырынған қисапсыз кенді болжай білген ғажап дарыныңызға басымды емін дегенде
тыңдаушы жұрт ду қол соғып, шындыққа жүгініп, өзі үшін ауыр мойындау жасап тұрған профессор Білгірге шынайы көңілден қошемет көрсеткен. Бұл Яковкин деген Қаныш ең алғаш осы Қарсақбайға Жезқазғанға келгенде оны күтіп алған, оған дейін жұмыс істеген геолог емес пе? Ол кезде айтып еді жаңағы. Бұл жерде түк жоқ, мен кеттім, өзің біл. Қастан қаз, бірақ қасыңды түк таппайсың деп кеткен еді ғой. Енді кеп мойындап тұр, басымды емдеп. Қаныш Имантайұлын іздейтіндердің молырақ тобы даланың өзінен келетінді. Жеті қат жер сырын білетін Сәтбаевқа қайткен күнде көрсету үшін пішін порыма, түр түсі өзгеше тас кесектерін бейнетпен жинап, небір қияннан арқалап келіп кездестіре алмаса, Қарсақбайда қона жатып жалықпай тосатын да солар дала кезбелері. Әрине мұндай тасқұмар жангүйерлермен сұхбат құруға, тастан өзге де дүниелер жайында неше алуан әңгіме шертуге Қаныш Имантайұлының өзі де кетер емес. Олардың жеткізген минерал үлгілері көбіне мәнді болып шығады. Кейбір отрядтар солардың көмегімен сапарға аттанады. Ту қияннан бос жыныс арқалап келгендер де аз болмайды. Солардың бәрінің қоржынын қайтар кезде дүкенге ертіп апарып, сәлем сауғатқа толтырып, я кездеме пұлға сықап жіберу Қаныш Имантайұлының бұлжымас әдеті. Геологтың жангүйер достары, тілеуқор адамдары әр олда болған. Бір жолы кеңседегі дүйім жұрт таң қалған оқиғаға тәнті болдық деген куәлік айтыпты Федор Пастухов 74 жылы. Бейдава дертпен ауырып жүріп, Жезқазған кен металлургия комбинатының тарихи өндірістік мұражайын тапсырған сүйікті ұстазы Сәтбаев туралы көлемді естелігінде. Ертеңгілік мезгілде ақ сақалды қарт кісінің төрдегі кабинетке кіріп бара жатқанын көргенбіз. Әлден соң әлгі қарт жыртық күпісін қолына қысып, үстіне Қаныш Имантайұлының шолақ қара тонын киіп шықты. Бізде үн жоқ. Бір тонның бір жылқыға бағаланған қат кезі. Оның үстіне далада қақаған қыс. Қанекеңнің кеуде дімкәстігінде білеміз. Әрі ол дамылсыз сапарда жүретін адам. Біраздан соң кеңсеге Таисия Алексеевна келді. Тася, үй жаққа барсың, менің күпайкемді ала келші деген дауыс естілді төрден. Мән жайды біліп, реніш білдірген жұбайына Қаныш Имантайұлының түсіндірмесі мынау болды. Қайтейін енді, үлкен кісі екен, үсті-басы жүдеп кетіпті. Кіргеннен ақ менің тонымнан көз алмай қарай берді, сонсоң жаным ашып еріксіз сыйлап жібердім, дейді. Жақсылықты тегінде ол кімге болсын, пайда көрем деген күйке сеппен жасамаған. Бақай есеп Қаныш Жайсаңның жаратылысына жат құбылыс. Әрине, қарапайым халық оған кең пейілмен қарап, ауылына келе қалса өрістегі малға шауып, үйіндегі бар асын алдына тосып бәйек болып қайткен күнде көңілінен шуға құлшынып баққан. Соның бірі Терісаққан өзенінің жоғары саласында болған оқиға. Көп қазған маңын аралап жүріп, Сәтбаев тобы бейтаныс бір ауылға соғып жол сұраған. Бұдан әрі баратын жері терістік беткей, құм жалдары басқан елсіз қиыр, ащылы маңы. Ауыл адамдары геологтарды алыстағы құдасы келгендей ақ шын пейілмен күтеді. Бірақ сұрап отырған жеріңе жете алмайсың. Жол білетін кісіміз дүкендегі ұстамыз еді. Кеште ол байғұс жарақаттанып қалды деседі. Жол сұрамақ болып Қанекең ұстаға барады. Науқастың хәлі ауыр сияқты, қолын күйдірген киізбен орап алған. Төсек тартып жатыр. Мән жайды естіген соң ұста киіне бастайды. Шынымен Қаныш болсаң, елсіз далаға қалайша қаңқытып жіберемін. Сендей ел азаматына бір бармақ түгілі жан пида деп, әуелі Қарсақбайға апарып, дәрігерге көрсетейік деген ақылға да көнбей, өмірінде тұңғыш көріп тұрған геологтар тобының ауылынан 200 шақырым шөл далаға бастап кете барған. Осы шақта Қанышқа көмегін беріп, билікте қолғабыс еткен Серго Орджоникидзе дүниеден өтті. Енді оның ар жағында 37-ның қырғыны басталады. Сөйтіп Қаныштың осы жұмысына билік тарапынан қыспақ басталады. Бірақ Қаныш бәрібірде берілмейді. Әрі қарай күресіп бағады. 1937 жылдың 18 ақпанында
Серго Орджоникидзе деген асыл дүниеден қайтты. Арада 10 күн өткен жоқ, түсті металдар басқармасы қаһарлы жеделхат жолдапты. Биылға бөлінген барлау қаржысы 50%-ға кемиді. Ешқайда арызданып қаржы сұрамауыңызды қатаң ескертеміз деп жазылған ол жерде. Себебі Қанышқа жалпы жұмысына, тобына қамқорлық танытып отырған Серго жайсаң еді. Енді ол қайтып кетті. Қысым қайтадан басталды. Бұл енді бірден бір қамқоршыңнан айырылдың, мазасыз қазақ геологы араныңды теже деген ескерту. Содан не істейді Қаныш? Сөзі өтімді алтын барлау тресіне барып шартқа отырып, қаржы дорбаларын бір шама қағады да, жаймашуақ жаз күндерін тиімді пайдалануды ойлап Жезқазғанға қайтып кетеді. Федор Пастуховтың естелігінен. Көктемнің алғашқы күндерінің бірінде Қаныш Имантайұлы мені Жезқазған теріскейінен 45 шақырымдай қашықтағы Шайтантас деген таулы жерге ертіп келіп, тасы ағараңдаған жотаны нұсқады да, Федя, жаз бойы осында істейсің. Көп кісі бере алмаймын, бірақ шурф, жыра қазатын біраз жұмыскер қосамын. Бұл жерден алтын іздейсің, деп жолшыбай алған ақ тасты ұсақтап сындырып үлкейткіш шынымен соның өне бойындағы шашыраған алтын түйіршіктерін көрсетті. Коллектор достарың Вася Солодников пен Павел Прокопьевке де осындай міндет жүктеймін. Жазға жететін қаржымыз бар. Ал күзгі тірлігіміз үшеуіңнің жұмыстарыңа байланысты. Солай, Федюша. Жезқазғанның мысын сендер табатын алтынмен ақтамасақ, жағдайымыз қиын. Қаныш Имантаевич, зиян кестік емес пе? Деп едім, мұның бәрі жігітім уақытша келергі. Түбінде біз жеңеміз. Ал сен тапсырылған жұмысты тыңғылықты орындауды біл. Деп түртінектеген сауалымды ұнатпай қабағым түйді. Жауапты тапсырма алған соң елгезек Пастуховта ес қалама. Қасыма 10 шақты кісі алып керек жарағымды түгендеп, Қаныш Имантайұлы көрсеткен тауға келіп жұмыс бастадым. Барлауымыз сәтті болды. Әдегеннен ақ алтын желілері молырақ кезіккен жылғаны қуып, терең жыра, әлденеше жерден шурфтар қазып, жұмысты өндіріп тастадық. Маусымның орта кезінде Қаныш Имантайұлы қайыра келді. Жыраларды ұзақ қараудан соң сірә көңілденді білем. Бір мезгілде, Федя, күн ыстық екен. Жүр, өзенге түсіп қайтайық десін. Жоқ, әуел палаткаға кіріп шығайық дегенде, Қаныш Имантайұлы бетіме таңдана қарап, «Әй, Федюша, менен бірдеме тілеп тұрсын ғой, көзіңнің құйрығы тым жымқырылып кеткен екен, жүр», деп соңыма ерді. Палаткаға кірген соң есіктегі брезент жаппаны қымтап жаптым да, төңкерулі қара қазанды нұсқадым. «Ау, мұның не?» деген шыдамсызданған Имантайұлы қазанға жақындап еді, мен «Ойбай, бұл жаққа баспаңыз, жарылғыш заттарды сонда сақтап жүрмін», деп кесе көлденең тұра қалып, қазанды өзім аудардым. «Сенің мынауың барып тұрған қылмыс. Қылмыс дейсіз. Жарылғыш аманалды сонда қайда ұстауым керек? Қойма салғызуға кісі берген жоқсыз. Ал детонаторды басқа жерде құлыптаулы темір жәшікте сақтаймын», деп әрі қылмысымнан ақталып, әрі құпиямды көрсетуге асығып, дабырлай сөйлеп, ақыры аманал қораптарының астында көмілі тұрған шыны құтыны суырып алайын. Қанекеңнің көзі шарадай болды. «Өй, мынауың?» деп құтыға шап берді де, есікке жақындап жарыққа қарасын. Құтының қақ жартысы дерлік шайылған алтын түйіршіктері еді. «Жарадың, Федюша, құдай-ау, мынауың мол қазына ғой», деп Қаныш Имантайұлы мені кенет құшақтай алды. «Жарадың сен. Қанша олжаға қарық қылғанды білесің бе? Мынаны алтын тресіндегілер көрсе, биыл ғана емес, бізді келесі жылда асырайтын қаржыны бірден лақтырып тастайды. Көр де тұр». Нақ осылай болады. Ал мен жұмыскердің қақ жартысын қысқартуға ойланып жүр едім. Қаныш Имантайұлының әсіре шаттанған кезіне талай куә болдым. Сол жолға балаша қуанғаны бүгінгідей есімде. Өзенге кетіп бара жатқанда да, суға түсіп шомылып жүргенімізде де мені мадақтап, өзінің сүйікті әндерін шырқаудан танған жоқ. Әншілігі де ғажап еді-ау. Оны суреттеп жазу мүмкін емес. Тек қана тыңдау керек. Жезқазған тұрғыны Григорий Мироненконың әңгімесінен. Жезқазғанға кеште аттандық.
Бұл кезде барлаушыларға дербес МК автомобилі тиген. Жүргізушісі мен. Дала жолымен 2-3 сағат үзеңдеп, кешкі сағат 10 шамасында рудникке келдік. Геологтар үйінің алдына тоқтағанымыз сол еді. Тура аңдып тұрғандай бір бұрыштан былғары тужуркалы 2 кісі шыға келді де, дөрекі түрде, «Сәтбаев сенсің бе?» деп дүрсе қоя берді. Сергім абыржып кідіре жауап берді. «Сәтбаев сен болсаң машинаға», деп жекірді анау. Қаныш Имантайұлы алдыңғы есікті аша беріп еді, екеудің үлкені мұрттысы қолынан қағып, «Жоқ, артқа», деп кейін қарай ысырды. Мұртты қазақ менің қатарыма, екіншісі артқы креслоға жайғасты. Менде тіл жоқ. Есім шығып, мәңгі боп қалдым. Ойыма күдік кірді. Өзіміз құдайдай көріп, үкіметтің де сенімді өкілі деп жүрген азаматымызға да кезек келді. Сірә мені де қоса қамайды. «Әй, дорақ, сенде құлақ бар ма, әлде жүргің келмей ме? Қарсақбайға тарт дедім ғой саған», деген жекуден селк етіп, кілтті отағышқа қосайын. Қарсақбай огінде өнеркәсіпті үлкен ауданның орталығы. Тағы да 3 сағат изеңдеп түн жарымда Қарсақбайға келдік. Поселканың ішіне кіргенде «Қайда?» дедім қасымдағы мұрттыға жасқана қарап. «Тоқта, біз келдік», деп екеуі де машинадан секіріп түсіп ұзай берді. Қаныш Имантайұлы шыдамады білем. «Әй, жігіттер, бұларың не? Жай сұрасаңдар да жеткізіп салатын едік қой», деді реніш білдіріп. Мұртты қазақ қайырылып келіп, «Сен, Сәтбаев, қажы тегіңді ұмытпаған боларсың. Байқап арыздан жоғарға. Жаулығы әшкереленген ағаларыңның қасына қосып жіберу оп-оңай. Артыңды қысып жүргенің жөн болар, байдың сілімтігі», деп тағы бірдеңелерді орысша да қазақша да дөң айбат көрсетіп, бақпырта айтты да жөндеріне кетті. Сөйтсек, мақсаттары Қарсақбайға жетіп алу екен. Әлде біздің бастыққа қоқан-лоқы жасап қоюды қажет деп білген бе, кім білсін. Бір шама уақыт тым-тырыс отырдық. Түнгі жұмыстағылардан басқаның бәрі шырт ұйқыда. Әлден соң Қаныш Имантайұлы қалш-қалш еткен дірілін басып, білегімнен ұстады да, «Жора, үй ішімізді бекерге шошытпайық. Бензин жетсе, Жезқазғанға жетіп алайық», деді. Поселкадан ұзаған соң, «Әнеу күні мен сізге шоферлықтан босатыңыз деп арыз бердім. Ештеңе сездіңіз бе?» дедім. «Білемін, бұлар сені де шыр айналдырып жүр. Содан қорқып, менен қашығырақ жүргің келеді, сол ма?» деді бастығым ойымды дөп басып. «Маған тыңшы бол», дейді. «Сіз оңашада не сөйлейді, кімдермен кездеседі, қайда болады, бәрін қағазға түртіп қойып, хабарлап отыруға тиіспін». Мен әрине бас тарттым. «Жора, мен саған туған ініндей сенемін, сен де сөйт», деді Қаныш Имантайұлы. «Шақыра қалса көрген білгенді жасырмай айт. Өз заңынан ештеңе қоспа, шыда тек. Не көрсек те бірге көреміз. Сірә уақытша науқан». Атышулы 37 жылдың зобалаңы Сәтбай әулетіне ерекше қатты тиген. 3 бірдей бас көтерер азаматынан айырылып, соларға қарап отырған топты бала-шаға мен күллі ағайын есінен таңғандай болып жер сабап қалғанды. Ең алдымен әрине есімі қазақ ауылына әйгілі, Алаш қозғалысының белсенді қайраткерлері санатында болған Әбікей Зейінұлы ұсталған. Кең байтақ қазақ жері пана болмай әуелі Омбыға, одан да ығысып 30-шы жылдары Қырғызстанның астанасындағы мұғалімдер институтында орыс тілінен дәріс оқуға ауысқаны білімдар ағартушыға септігін тигізбеді. Жазалаушылар құрғы оны сол жерден шалды. Екінші кезекте Әбдікәрім Жәмінұлы тұтқындалды. Әбекеңде саяси күреске қатыспаған, ән әуен өнерін әуей көріп, Ақмоланың мәдениет үйінде үйірме жетекшісі болып жұмыс істеп, бала-шағасын асырап жүрген бейкүнә жан еді. Амал қанша оны көрсетушілер Сәтбай қажының негізгі дәулетін еленген Жәмін байдың тұқымы екендігін, әрі Ақмоланың қалталы жуаны Мәтжанның сұлу қызы Минаға үйленгендігін мұрындық етіп, баяғыда ақ әскеріне еркінен тыс жол көрсеткен күнәсін тырнақша ішінде қайыра қозғаған. Ғабдулғазиз Имантайұлы Сәтбаев 1937 жылы дәрігерге көзін көрсетуге барған жерде ұсталған. Сол кеткеннен бөге шаға хабарсыз. Түрмеде немесе айдауда қайтыс болғаны, қайда жерленгені белгісіз.
деп жазады Шәмшия-бану Қанышқызы 7 жасында көзі көрген шерлі оқиғаны есіне алып Сәулелі әулет кітабында. Біз балалар не болғанын түсініп жатқан жоқпыз. Әйтеуір түстері суық, үстерінде сұр кител, галифе шалбар, жылтыр етік киген қатыгез адамдарға тітіркене қараймыз. НКВД қызметкерлері үйде тінтіп, ойран салып кітапхананың бірсыпыра кітаптарын, қағаздар салған папкаларын 3 жәшікке толтыра алып кетті. Бертінде мәлім болған деректерге қарағанда, ағайынды 3 Сәтбаевта қамауға алынған 37-ші жылы нақақ қаралаумен жер жастанған. Әбікей Зейінұлы сол қарсаңда 56 жаста, Ғазиз Имантайұлы 43, ал Әбдікәрім Жәмінұлы небәрі 40 жасқа енді ғана ілінген. Демек үшеуінің де нағыз дер шағы. Туған елі мен жері үшін аянбай еңбек етер қайратты жасында жазалау жүйесі көк желкеден нақақтан қиып түскен. НКВД-ның шалмасы 4-ші кезекте Сәтбай тұқымының ең көрнектісі және озық оқыған ұрпағы Қаныш Имантайұлына түссе керекті. Алайда ол қан тілеген жергілікті жауыз топтың сол науқанды облыс, республика деңгейінде жоспарлы түрде жобалаушылардың құрығы мен құқығы жетіңкіремейтін шырқау биікке шығып кеткен өндіріс қайраткері. Жетер еді. Республика басшылығында отырған Мирзаян, Нұрмақов, Исаев сынды мемлекет қайраткерлерін халық жауы етіп, жазалау диірменінің тас доңғалағына салып ұнтаққа айналдырып жатқандарға тосқауыл бар ма? Әлде Құдай дес берді, одан да гөрі кіші Сәтбаевтың күллі одаққа мәлім дабыра ісі мен есімі, бәлкім өндіріс басындағы тұлғаларды тұтқындау үшін республиканың бірінші басшысының наркомның рұқсатын алу қажеттігі себеп болды ма? Кім білсін, жергілікті жазалаушы орган Қаныш Имантайұлына қаншама шұқшиғанымен басқа шерменделерге көрсеткен әлімжеттігін жасай алмаған. Сірә әліптің артын баққан. Бірақ жүріс-тұрысын аңдып, дөрекі түрде шектеуден тыйылмаған. Аса қажет мамандарды сақтау үшін Сталиннің сондайда жөткір амал ойлап шығарғаннан тәубе делік деп жазып қойыпты Медеу Сәрсеке жақшаның ішіне. Дәтке қуат бір сүйеніш, өзі Томға да Мәскеуге де сүйреп жүріп білім соқпағына салған Ғалымтай інісі 31-ші жылы Ташкенттегі Орта Азия геологиялық барлау институтына түскенді. Бірақ бір жылдан кейін әлдекімнің байдың тұқымы деп түртпектеуімен оқудан шығып қалған інісін Ленинградтағы кен академиясына орналастырған. Әке шешесінен де гөрі өз жетегінде көбірек жүрген Ғалымтай күткен үдесінен шықты. 37-ші жылдың жазында ол іздеуші геолог дипломын алып, түстіктегі Ащысай комбинатында еңбек жолын бастады. Әзірше соқа басы. Жағдайды ауызша түсіндіріп, сірә хат жазуға сақтанған. Естияр қарындасы Ханенді дереу түстікке жөнелтті. Айтқаны, інісі Қырғызстанға барып, Әбікей ағасының үй ішінің жағдайын біліп, шама шарқынша қолғабыс етсін. Бірер айдан соң Ғалымтайдан хабар келді. Ағатайының әмірін бұлжытпай орындапты. Алыстан арбалағаннан гөрі жақыннан дорбалағанды құп көріп, жұмыс орнын Қырғызстанға ауыстырыпты. Алтын іздейтін треске геолог болып орналасқан. Ал 11 кесіндегі туыстарының жағдайы ауыррақ болатын. Ғазиз ұсталған соң бірер айдан кейін сірә аурушаң әйел төтенше кесапатты көтере алмаған тәрізді. Жас жеңгесі Мәруа кенеттен опат болыпты. Сөйтіп, Қызыл әскер колхозындағы бастауыш мектепте мұғалима болып істейтін Шарипаның қолында қайнағасының жасы балиғатқа жетпеген шеттей 5 баласы мен өзінің 2 перзенті қарап қалғанды. Олардың көзден тасада ат тұяғы жетпес шалғайда тұрғанын сылтауратып қалайша ұмытасың. Содан бір күні Мәскеуде өтпек 17-ші халықаралық геологиялық конгреске шақыру алсын. Соны сылтауратып жолға ертерек шықты да, жолшыбай 2 мәрте пойыз ауыстырып түнделетіп омбыға шықты. Жетті. Шарипа шешеміздің бертінде осы жолдар иесіне естірткен әңгімесіне қарағанда, қайғы жұтып мәңгі боп өлермен халде отырған өздеріне кеш қараңғылығында терезені ақырын тықылдатып Қаныштың кіріп келуі қалың бұлттың арасынан жарқ еткен күндей аса әсерлі болған. Бірер күн сыртқа шықпай есік терезесі тұмшаланған үйде тығылып жатып, жадап жүдеген бала-шағасының бәсең көңілін жұбатып, қаражатпен де көмектесіп, өмірге құштарлығын қайта оятқандай болып Мәскеуге аттанғанды. Бас еркіңді адамның өзі емес, сұрқылтай заман белеген соң,
шараң қанша. Қаныш Имантайұлы омбы іргесінде тұрған туыстарына көмегін ашық түрде жасай алмай, отан соғысы жүріп жатқан кезде де оларға қолғабыс етуді әрдайым астыртын көрсетуге мәжбүр болған. Қарым-қатынасқа жиі пайдаланған адамы өзі аштық жылы Жезқазғанға көшіріп әкелген немере туысы Тәрмізи Имантаев. Тәкең ақсақалдың айтуынша, ол кісі жылына 2-3 мәрте омбыға жүріп тұрған. Көбіне киім-кешек, ақша апарады. Бір сапарда Қаныш ағасының сталиндік сыйлығын жеткізіпті. Сірә сыйлықтың жартысын ғана. Өйткені мемлекеттік сыйлықтың қақ жарымысын Қаныш Имантайұлы отан қорғау қорына өткізген. Тәрмізи Әбсәләмұлының омбыға соңғы сапары 1946 жылы болыпты. Қанекең тапсырмасы бойынша Ауыздағы Қаржас ауылын 15 жыл уақыт қоныс тепкен Сәтбаевтар әулетін Алматыға көшіріп әкелген. Ал енді жұмыс барысына қайта келсек, ақша әлде берілмеген, қыспақ жалғасып жатыр. Сөйтіп Қаныш Имантайұлының төзімі 1-ақ жылға жетті. Содан кейін ол алдыңғысындай Мәскеуге барып, өзінің сөзі жүретін, өзін тыңдайтын беделді ғалымдар арқылы шағым түсіруге, сол жақтан көмек іздеуге аттанады. Сөйтіп, тағы да жолы оңғарылып, жолы болады. Сөйтіп әйтеуір Жезқазғанның қазіргі жағдайын жалпы сол дейім жұртқа, ғалымдарға, басшылықтағыларға тікелей түсіндіру үшін Қаныш Имантайұлының түртпегімен, әйтеуір шапқылаумен жиналыс ұйымдастырылады. Ол жерде ғалымдар да бар, басшылықтағылар да бар, Қанышты қыспаққа салып ұстап отырғандар да бар. Олар да жиналыста отырады. Сөйтіп, жиналыс басталады. Кабинетте отырғандардың дені бүгінгі мәжілістің Жезқазғандық инженердің шағым хаты бойынша шақырылған білетін. Соңында үлкен Жезқазғанның дабыр атағын әйгілеуші геолог орнынан тұрғанда, мүдделесін тежеуші, соған қолғабыс етпеген, қайта өзін тәлкекке салған лауазым иелерін түстеп атап, нақты аяқтармен әшкерелеп, түп-түгел қаралайды деп ойлағанды. Үйімізге аман-есен қайтамыз ба, әлде тор көзді бір жерден шығамыз ба деп зәрелері ұшқан. Содан айтыс басталады. Қаныш айтады, әлі де жұмыс тұрақтап тұр дейді. Ал оған қарсылары бәрі де жақсы жұмыс жүріп жатыр дейді. Содан су бөгеті тұрғызылмақ кеңгірдің жағасында бірер бульдозер жер шұқылап жүр. Ал онда трактордан гөрі шөмішті экскаватор керек. Зауыт тұрғызылмақ алаңға қазықтар қағылды. Жұмыскерлер уақытша тұратын бірнеше үй салынады. Бар болғаны сол, деді, істелген жұмыс. Ал бұны анықтамада жұмыстың 15% орындалды делінген. Кімге сенеміз? Сізге әлде қағазға жазылған дерекке? Дейді. Кім? Лазарь Моисеевич деген сол жердегі сөз жүретін бір директор, бастық. Соны көндіру керек қысқасы. Соны көндірсе мәселесі шешіледі. Енді бұл сұрағына Қаныш қабырғасы тастан қаланған, төбесі қамыспен жабылған 4 үйді, соң өзен жағасындағы болмаша үйменің неше пайыз болатынын нақты айта алмаймын, Лазарь Моисеевич, деп мысқылмен жауап береді. Мен сол жерде бұдан 10 күн бұрын болдым. Әлбетте, содан бері әлдеқандай бір төтенше оқиға болмаса. Түсінікті, отырыңыз, дейді. Нарком жағы Лазарь Моисеевич алдындағы бір парақ қағазды алды да, жұрт күткендей ешкімге сөгіс жариялап, жекіру айтпай, бірақ әр сөзін шеге қаққандай нығарлап, тақ-тұқ оқи бастады. Үлкен Жезқазғанды бірнеше кезеңге бөліп, біртіндеп тұрғызамыз. Әуелі 25.000 тонна мыс ағызатын алғашқы секциясын, Іле-шала сондай көлемдегі екінші бөлігін, соң үшіншісін, қысқасы Серго жолдастың бұйрығында көрсетілген қуатқа жеткізгенше құрылыс тоқтамайды. Бұл қиыр шеттегі алып өндірісті КСРО халық шаруашылығының айналымына енгізу үшін тиімді де ең төте жол. Яғни бұл Серго Орджоникидзенің орнына келген қызметкер болса керек. Сөйтіп бұл да Қаныштың жағына шығады.
дұрысы Қаныш оны өзінің жағына шығарып алады дәлелдермен. Содан қоштасар сәтте Лазар Моисеевич маған кенішті барлауды барынша өрістетуді жүктеді. Қаражатты қанша сұрасаң, сонша аласың деп қолма-қол мыс басқармасының бастығына тиісті нұсқау берді деген Қаныш Имантайұлы ресми хатында. Жұмыс деп күні-түні дамылсыз жініккен ерлі-зайыпты геологтар сол жылдарда жан күйттеуді сірә да ойлаған еместі. Сөйтіп жүріп талай жыл артта қалған. Таисия ғана балаларды қасына алып, қайсы бір жазда жайлауға шығып, Ұлытау баурайындағы қонақжай дос-жарандардың ауылына оңаша тігілген киіз үйде көкке шығып, оқта-текте демалыпты. Ал өзі ше, кең қарап, жер шолған саяхаттарды жанына сая, ғұмыр жолында тап болған айтыс-тартыстардан қажыған жүйкесіне дауа көрген. Бір күні отбасында қалыпты адам құсап өмірінде бір мәрте демалу жайында әңгіме туып қалды да өзінің соған кінәлі екенін мойындауға тура келді. Балаларды алып енесі Фелицата Васильевна Жезді өзенінің тоғайлы Ну аңғарына геологтардың отбасылары үшін тігілген жазғы лагеріне жөнелді де Таисия Алексеевна екеуі Қара теңіздің түстік жағалауына Ялта қаласындағы сауықтыру орнына аттанды. Бұл 39 жылдың жазы болатын. Үй болып шаңырақ көтергеннен берді екеуміз тұңғыш рет демалысқа бір мезгілде шығып Қырымда 2 ай болдық. Шаршағанымызды сонда ғана Қара теңіздің саялы жағасында шуағы мол құмдауыт жағажайда рахатқа батып, шексіз ләззатқа бөленген шағымызда білдік. Содан соң мен оны Алматыға Ақсай демалыс үйіне баруға көндіріп, тағы бір мәрте тыныс жасаттым. Осы күні ойлап отырсам, Қарсақбайда 12 жыл табанын аудармай тұрғанда көрген рахатымыз сол ғана екен, деп есіне алған Таисия Алексеевна естелігінде. Әрине, геологтың өмірі бір ғана барлау, ертеден кешке дейін дала кезу болмағаны түсінікті. Жексенбі күндері балаларды ертіп Қарсақбай ашасының айналасына қыдыру, қыс күндері соларға сырғанақ ұйымдастырып, өзі де қосыла теуіп бой сергіту, немесе ауылына барғанында ала келген ескі домбыраны кеудесіне қойып, диванда жатып, неше алуан дала саздарын шерту, кейде домбыра күмбіріне өзі де қосылып кетеді. Әдетте бұл ескі сарынды мұңды әндер болатын, бірақ бірте-бірте дауысы көтеріліп, әуезді де сырлы саздарға ауысады. Бұл да тіршіліктің әр қилы құбылысына қамыққанда алаң көңілін жұбатуға сеп. Сөйтіп отырып ақ бойы сергіп, ертеңгі ауыр жұмысқа жігерленіп, кәдуілгідей тынығып қалар еді. Арғанаты өзенінің жағасынан ескі қазбаларды қарап жүргенбіз. Вася Солодовников екеуміз күнделікті саяхатты аяқтап қосқа келсек, Таисия Алексеевна мен Қаныш Имантайұлы өзеннің биік жарқабағында балық аулап отыр. Жас кезіміз, бізде балық аулауға елігіп, шаршағанымызды тез ұмытып кеттік деп, демалыс сағатын есіне алады Федор Пастухов естелігінде. Бір мезетте Таисия Алексеевна бізді қасына шақырып, менің қармағыма түк түспейді, ал Қаныш Имантаевич шелекті толтыруға айналды. Балықта кісі таңдай ма деп реніш айтты. Немен аулап отырсыз? Кирилл Сергеевич қамыр илеп берген. Қамырымда тақа бітті. Балық қабады да кетіп қалады, түк ұстағам жоқ. Жұбайдың назына Қаныш Имантайұлы қарқылдап күліп, Тася, оның есесіне сен масаны қырып салдың, сондықтан есеп тепе-тең деп әзіл айтты. Вася шелектегі шабақтың бірінің құйрығынан ет кесіп, Таисия Алексеевнаның қармағына шаншып берді де, Таисия Алексеевна, сіз қазір бұл жердегі шортанның патшасын ұстайсыз, тек қармақты бірден тартпаңыз деп сәуегейлік жасады. 5 минут өткен жоқ, Таисия Алексеевнаның ой, құлап барам деген айғайы естілсін. Жүгіріп келсе, Қаныш Имантайұлының шек-сілесі қатып, рахаттана қарап тұр. Жұбайы баж-баж етіп жағада еңбектеп жүр. Балықшылардың айғайына палаткада демалып жатқан Бабенко да жүгіріп келді. Ақыр бәріміз жабылып, тұрқы 2 қарыс шортанды өзен айдыннан суырып алдық. Бұл оқиға бізге бір жаз әңгіме болып, әмбе айтқан сайын шортан да үлкейіп, бара-бара тіпті 2-3-ге дейін көбейіп жүрді, дейді. 1940 жылдың басында Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Мәскеуге жедел шақырылған. Сол үшін НКВД басшылары арнайы ұшақ жіберіпті.
Жезқазғандық геологты сол кеште жаңадан ұйымдасқан түсті металлургия наркоматының басшысы Самохвалов деген қабылдап, ішкі істер наркомы Берия жолдас сізге Жезқазғанның жай жапсарын жете білетін, сол жердегі жұмыстың бүге шігесін түсіндіріп бере алатын шынайы маман әрі сенімді адам тауып беріңдер деген талап қойды деп, КСРО ішкі істер наркоматына қарасты ГУЛАГтың бастығы Чернышевпен кездестіреді. ГУЛАГ деген тұтқындар лагері, соның бастығымен кездеседі. Қаныш. Жаңа мекемемен кеңесу жұмысы бір аптаға созылыпты. Тәрізі Жезқазған атырабында жазға салым өр салмақ құрылыс жұмыстарының түбегейлі шаралары жан-жақты талқыланған. Ал жұмыс шынында да аумақты әрі өте зор көлемге жобаланған. Біздіңше Қаныш Имантайұлы өзі аса мансық болған істің бұдан әрі отан қорғау мүддесіне қызмет етіп, аса маңызды стратегиялық мәнге көшкенін сол сапарда жете ұққан. Демек, оны енді ешкім де еш уақытта тежей алмайды. Уақытта үлкен Жезқазған үдесіне қызмет етпек. Шынында да солай болды. Жазға салым кен төбелерінің айналасына ГУЛАГтың атышулы лагерлері жыпырлай орнығып, қауырт жұмысқа кірісті. Шөл дала шебіндегі елсіз, нусыз, қу тақырға ондаған мың шерменділер айдалып келіп, олардың дені саяси баппен сотталғандар, яки текті тұқымнан туып, ата-анасы байқұлақ болған үшін, күн көсемнің атына әлде қалай сын айтып, болмаса жалағыр көршісіне әлдебір қылығымен ұнамағаны себепті халық жауы атанғандар. Жан түршігерлік жұмыс таң атқаннан кеш батқанға дейін жалғасып, 10 мыңдаған бейнетқор мұндар адам айтқысыз ауыр мехнат кешкен. Ату жазасы сор бейнетке ауысқанға тәубе деген бейбақтар жер астына түсіп кен шапқан. Қызылшақа тас қыртысты қопарып, зауыт пен фабриканың іргесін көтерген. Енді бірі жол төсеп кірпіш құйған, сөйтіп жүріп мыңдаған адам жер жастанған. Рас, бертінде мыс көмбесі дүние жүзінде мәшһүр болып, алып рудниктер мен еңселі үйлер сап түзеген қаланың негізі 40 жылдың көктемде бас еркінен айырылған, қарсылық етуге ешқандай құқы жоқ. Ерте дәуірдің құлы есебінде болған сормаңдай жандардың білек күшімен, сорғалап аққан терімен, шектеусіз төгілген қанымен салынған. Сол азап бірер жыл емес, 50-ші жылдардың орта шеніне дейін созылғаны өмір шындығы. Әлбетте сол бейнетте Жезқазғанның жер асты қазынасын әйгілеген кен іздеушілердің титтейде кінәсі жоқтығы түсінікті. 1940 жылдың тамызында дербес республика атанғанына 20 жыл толуын қазақ елі жер-жерде салтанатты жиындар жасап, шат-шадыман мереке өткізумен әйгіледі. Бұл да сол күнде үстемдік еткен идеологияның қатты қадағалайтын, кеңестік салт дәстүрге айналдырған айтулы шарасы. Сөйтіп, бұл той Мәскеуде тойланатын болды. Енді ол жерде Қазақстанның осы кезге дейін жеткен түрлі жетістіктер айтылады, оның ішінде ғылыми жетістіктері де. Соған бір ғалым тауып беріңдер дейді. Осы қазақтың ғылымы турасында сөйлейтін, баяндама жасайтын. Сөйтіп, КСРО ғылым академиясы филиалдар кеңесінің хатшысы Ульяновская деген кісінің естелігінен. 40 жылдың 1 қараша күнгі бұлыңғыр кешін көп уақытқа дейін ұмыта алмай жүрдім. Себебі, ту алыстағы Қазақстаннан келе жатқан негізгі баяндамашынан дегбірсіздене тосып қатты қобалжыған едім. Академияның конференц залына ол кешкі мәжіліс басталуға бірнеше минут қалғанда ғана келді. Пойыздан түскені сол екен. Сөйтсем, ғылыми дәрежесі жоқ, әрі Алматыда тұрмайтын, қарапайым кен іздеуші инженер. Мен геологпын. Туған жерімнің табиғи байлықтары, оның халық игілігіне жарату мүмкіндіктері турасында сөйлеймін деді. Өзін Қаныш Сәтбаевпын деп таныстырған Еуропаша киінген орта жастағы жігіт. Баяндамаңыздың тезистері әзір ме? Деп сыр тарттым. Карталарда ілуге көмектесіп жүріп. Сірә оқып берерсіз, цифрларды көп айтпаңыз, кейбірін болмаса. Маған ол қолтығындағы қомақты папканы нұсқап, баяндамасы әзір екендігін мәлімдеді. Залдағы жұрттың күні бойға ауыр жұмыстан шаршап шыққаны жүздерінен көрініп тұр. Баяндама қызықсыз, тек қана сылдыр сөзге құрылса, кірпияз тыңдаушыларымыздың аяғым тоспай тарап кетер маған аян.
көңіліме қобалжу кірді, мазаланып отырмын. Ақыры мерекелік жиынның ең алғашқы мәжілісі ашық деп жарияланып, инженер-геолог Қаныш Сәтбаевқа сөз берілді. Ал Қаныштың әдетінде қағазға қарап сөйлеу жоқ. Ол алады да дайындалып келген ойынша көкірегінен суырып, қадап айтады. Сіздер аң-таң болып, бәлкім сендеулеріңіз де мүмкін. Сөйтсе де, республика геологтарының атынан аса мәнді тұжырым естіртуді өзіме міндет деп білемін. Мына карта ұшақ түспен бейнеленген. Яки жерасты байлығына аса жұтаң екендігі кескінделген. Ал мен осынау ұсы қиырсыз, шексіз аймақта, қымбатты жолдастар, Менделеев кестесінде көрсетілген барлық химиялық элементтерді табуға болатын мәлімдесем, сенесіздер ме? Қазақстан үшін бұл карта асырып айтты демеңіздер. Тап бүгінде ескіріп қалды. Қазақ даласы үшін енді жаңа карта әзірлеуге тура келеді, қымбатты жолдастар. Бірақ бұлың үшін сырттан қолғабыста тілемейміз. Өйткені бұл жұмысты қазірде Қазақстанның өз мамандары атқаралады. Қазақ ғылымының шамасы бұған қазір толық жетеді. Бір қанша тыңдаушы жападармағай көтеріліп, ішінде өзі танитын, тіпті бейтаныс ғалымдар да бар, Сәтбаевтың қолын қысты. Бәрі де қызықты әңгімесіне сүйсінген жайларын айтып ризалық білдіруде. Бір мезгілде көп қошеметінен оңашаланған шақ еді, оның қасына Кассин мен Русаков келді. Бұлар геологияның, сол Совет одағындағы геологияның аталары дейік. Жезқазғандай шалғай түкпірде 15 жыл табан аудармай отырып, дүние қызығынан тысқарыға алуыңда мүмкін еді. Алайда сен, Қаныш Имантаевич, әлгіндегі сөзіңе қарағанда сол түкпірді Қазақстанның геологиялық, тіпті ғылыми ойдың кіндік орталығы етіп алғандай сөйледің. Құттықтаймын, қымбаттым. Әңгімең өте әсерлі шықты, деп Русаков қолын қысып тұрып, қарқылдай күлгенде әлгіндегі шабытты қызу күйінен суымаған Қаныш Имантайұлы да жайраң қағып, Михаил Петрович, дәл айтасыз, біздің Жезқазған шынында да Қазақстанның географиялық кіндік ортасы. Нанбасаңыз, картаға қараңыз дегенді. Жасаң әріптесінің ұтымды әзіліне кексе екі геолог қосыла күлді. Әлден уақытта Николай Григорьевич Кассин, сөйтсе де Қаныш Имантаевич, бұдан әрі тартыну жөнсіз. Геологиялық орталық мәселесінде осы жолы шешу керек деп, үлкендік жөнімен үстемдік жасай сөйледі. Ескі достарының ескертіп отырғаны Қаныш Имантайұлына мереке алдында ұсынылған жаңа қызмет жайы еді. Жыл басында Ғылым академияның Қазақстандағы филиалында геологиялық ғылымдар институты ашылған. Республика үкіметі, оның сол күндегі басшысы Нұртас Оңдасынов, сол ұжымға қазақ даласының сырын жетік білетін, ғылыми әзірлігі мол, тәжірибелі геологты жетекші етуді лайық көрген. Тоқ етерін айтқанда, Қаныш Имантайұлы академия төралқасынан сол сапарда жаңа институттың директор болып, Алматыға бір жола ауысуға нақты ұсыныс естіді. Қуаныш бұл жолда егіз болып, мерекеге байланысты КСРО жоғары кеңесінің төралқасы республиканың бір топ еңбек озаттарын, зиялы қауым өкілдері мен басшы қайраткерлерін орден, медальдармен, түрліше атақтармен марапаттаған. Барлық газеттердің бірінші бетінде көрнекті орында жарияланған тізімнің алдыңғы легінде қарапайым кен іздеуші Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың да есімі аталған. Ұлытау Жезқазған атырабындағы 15 жылдық
жан қиярлық еңбегі шөлейт өңірді ірі индустрия ошағына айналдырар үлкен ісі бұл жолда әділ бағаланып, Кеңестер одағының ең ардақты мәртебелі марапаты Ленин орденінің иегері атанды. 40-тың қырқасына шықты, жер ортаға келдім деп артына қарайлайтын, асқан асуларын таразыға тартар кезі емес. Білікті атанып, білімі қорланып, күш қайраты тасыған, алымды да шалымды, нағыз шабытты да адуын шағы. Сөйтсе де, бір мезгіл өткен күндерге өңіліп басынан кешкенді есіне алып екшеуде теріс емес ау. Көңілің үшін, алдағы өмірің үшін де. Сөйтіп, 15 жыл бойы жезқазғанда аянбай қызмет еткен Сәтбаев өзіне ұсынылған осындай үлкен қызметті қабыл алады. Себебі әрине атақ ақшасына малданып емес, бұл жаңа қызметтің әкелетін жаңа күші, яғни геологияны немесе жалпы ғылымды тек Жезқазғанда емес, жалпы Қазақстан мемлекет көлемінде дамытуға оның бір пәрмені болады. Қолына бір тетік түседі. Соның бәрін ескергелі ол қабыл алады қызметті. Енді аттанардың алдында геолог әріптестерін кеңсеге жинап, Штефановты өз орнына отырғызып, алдағы барлау өрісі жайындағы ой пікірін бүкпесіз естіртті. Жезқазған бұрынғыша жедел қарқынмен кең көлемде зерттеле береді, деді Қаныш Сәтбаев. Менің пайымдауымша кен шоғырланған жердің ауданы ондаған шаршы шақырым. 15 жылдық іздеуде соның 3-тен 1 ғана барланды. Төменгі қабаттарға тереңдей алған жоқпыз. Әсілі бұрынғы барланған жерлерді терең ұңғымалармен қайра тексеру шарт. Кен аймағының батысы мен орталық тұсы біршама тексеріліп, шекара шебі анықталды, ал оңтүстік пен оңтүстік шығыс тың күйінде қалып барады. Сөйтсе де теріскей бағытты, әсіресе жыланды тобына жататын кен жүлгелеріне тереңірек бойлап, көбірек зерттеуге кеңес бермек. Кен қоры барлау ұлғайған сайын көбейе түсуі Жезқазған үшін заңды құбылыс, деп Жезқазғанды дұрыстап, табыстап, тапсырып кетеді. Ең соңғы аманатым, қымбатты әріптестер, деді барлаушы Штефанов пен Сейфуллинге қадала қарап, қолдарыңа алтын адамдарды алып отырсыңдар. Мен жұмысқа қабылдағанда бұрғылаушылардың барлығы дерлік хат танымайтын, мал бағып, зорман аулаумен күн көріп жүрген бейнетқор жандар еді. Өздерінің табиғи ыждағаты мен ынтасы арқасында біздің де көп уақыт жұмсап, ертеліге шүйретуімізден соң бәрі де барлау өнерін жатсынбай, жап-жақсы меңгерді. Солардың жан қиярлық еңбегімен соңғы 2 жылда біз одақтағы ең озық бірінші барлау ұжымы деген құрметті атаққа ие болып отырмыз. Социалистік жарыстың сан мәрте жүлдегері атандық. Бұл адамдар менің қиын күндерде табысып, жарты сықпаны бөліп жеген еңбектес достарым. Өмірдегі ең адал, еш жақын жанашырларым. Оларға менің өңді ескіртпей, зейнетақыға қолыңды жеткізбей, ешқайда жібермеймін, ешқашан қағажу көрсетпеймін деген уәдем бар. Сол уәдені енді екеуіңе парыз етемін. Ескі жұмыскердің мұң-мұқтаждарын ескеріп, нендей ауыртпалық кездеспесін солардың өздерімен ақылдасып жұмыс істеңдер. Естеріңде болсын, оларды ренжісеңдер, мені ренжіткендерің. Енді аттануға да болады. Жоқ, келіспейміз Қанеке, деді оған әріптестері. Бір күніңізді бізге қиыңыз, жұмыс істеуге емес, сізбен бірге демалуға. Шаңқай түсте дастархан жайылып, табақ-табақ ет тартылды. Саба-саба қымыз да, шарап пен шампан да құйыла бастады. Солақ екен, өзен жағасындағы көгалда алаң шырқалған ән мен күйге бөленді. Қазақшаға татарша жалғасса, бір сәт орыстың құйқылжыған сазды әндері мөлдір көкте қалықтады. Енді бір уақыт тоңған ауаны, тамылжыған табиғатты таңғалдыра дара көтеріліп, кең дауысты әншілер шығады суырылып. Ниет сөздерде бөгеттен құлаған ағын суға ұқсап, түйдек-түйдек айтылып жатыр. Қарағым, Қаныш, қыраным, айтамын саған аманат, тілеуқор мына жұртыңнан. Қайда жүрсең, шырағым мықты болғай тұрағың. Және тағы сұрарым, жер астының асылын, алтын көмір жасылын қажымай іздеп таба бер. Зор біліммен пайда бер, артыңнан ерген балаға өзіңнен
өзіңді сүйген халқыңа айшықты мынау шағыңда деп термелеп келіп сәл тынып терін сүртіп қымыз ішкен қарт сармолда қарт жырым былайша тұжырымдады. Ұлытаудай ұлы жұрттан Алатауға аттанған, Жезқазғанның асылын армансыз-ақ ақтарған, Қанышайдың зор тұлға, кең даланың сырласы, жеті қат жердің мұңдасы, халқым туған ер тұлға, елін сүйіп еңбегін арнаған, кендерін ашып іздеуден тынбаған, өнері озған ғаламат, ей Қаныш, арыстандай азамат, ғұмырлы болып тұғырда тұру біздерден сізге аманат. Жарады сары ағаң, бір сөзінде қателік болса еш, Қанекемнің қадірін дәл айтты, әділ сөз, деп шулап кетеді. Содан Қаныш Имантайұлы да шыдамады. Ва достар, қадірменді ағайын, деп әлденеге қобалжып, тебірене толқудан үні шықпай сәл аялдады. Біздің халықта құс қанатымен ұшып құйрығымен қонады деген нақыл сөз бар. Сол сөзге жүгінсем, ұшатын да қонатын да құйрық қанатым менің мына сіздер. Жезқазған болса ұшы-қиырсыз қазақ даласының жел қыдырған сайын түкпір еді күні кеше. Бақ талайыма кездескен алғашқы барлау өлкесі осы болды да, аз ба көп пе біраз жыл тер төгіп еңбек еттім. Аянғаным жоқ, барымды бердім. Осы күні геологтар қауымы мені бақытты жігіт, жолды барлаушы деп мақтайды. Жолды болғаным сіздерден. Бақытты екенім де рас. Я, менің бақытым Жезқазған кеніне емес, сіздерге кездесуімде. 29 жылы Геолком партиясы тарап кеткенде, мен осы қиырда саусақпен санағандай санаулы адаммен қалдым. Сол күнде бір ауыз сөзімді сыйлап, көмекке келмесеңіздер жалғыз өзім не істер едім? 33 жылы барлау қысқарып, қаражатсыз қара жерге отырып қалғанда да, осы отырған жұрттың дені сені жалғыз тастап ешқайда кетпейміз деп қолтығымнан демеді. Я, сол күні жоқшылық көрген қиын қыстау айларда сіздер болмасаңыздар бір топ инженер-геологтар сопиып жүріп не бітірер едік? Жоқ ағайын, әлгінде сары ағаң айтқандай, Жезқазғанның сырын ашып, бір өзі құпияның кілтін басып десеңіздер қателескендерің. Мен сіздермен күшті болдым. Сіздерге арқа сүйгендіктен де өмір тартысында жеңіп шықтым. Сол себепті мен бүгін қанатым да қорғаным да менің сіздер деймін. Дейді. Содан барлаушылар тобы Қарсақбайға әндетіп, гармондатып қас қарая оралған. Бірақ бірден тараған жоқ. Таисия Алексеевнаның өтініші бойынша инженер-техниктердің қарамды тобы Сәтбаевтердің үйіне бет алды. Мәжіліс бұдан әрі Қанағаңның өз дастарханында жалғаспақ. Бұлар келгенде Таисия Алексеевнаның қарт анасы есік алдында шарбаққа сүйеніп кемсеңдеп жылап тұр еді. Әлденеге қатты қобалжулы. Үйге шам да жақпапты. Жайшылық па шешей? Сендер немене ештеңе естіген жоқсыңдар ма? Енесі Қанышқа ожырая қарады. Қасірет келді. Қандай қасірет десеңші, Керман нәлет бізге соғыс ашқан. Соғыс, дейді. Таисия Алексеевнаның естелігінен. Қоштасудың ақырғы сағаты қайғылы хабарға ұласып алабұртқан көңілімізді әлем тапырық етті. Сөйтсек, Ұлы Отан соғысының алғашқы күні басталыпты. Жеке бастың қам күйі жайына қалып, мүлдем өзге дүниелерді ойлауға тура келді. Бірер күннен соң Жезқазғанмен бір жола қоштасып, баяғыда келген ізімізбен Жосалы бекетіне жүк машинасымен аттандық. Қимас Жезқазған, қасиетті Ұлытау, бізге жайлы босаға болған алтын ұя, қадірлі өлке артта қалып барады. Қош бол, қазыналы кең дала. Қош болыңдар, бірге туған туыстай бауырласып кеткен қадірлі кенші, барлаушы достар, мейірбан ел, дейміз артымызға егіле қарап. Саған енді сағынып, шаруа қамымен ғана келетін боламыз. Бір кезде осы өңірден тезірек кетпек болғаным, ерімнің мені жұбатып, сен әлі бұл жерден жылап қоштасасың деген сөздері есіме түсіп, көзімнен тежеусіз төгілген жасқа ие болсамшы. Көз ұшында бұлдыраған Ұлытау жотасына қиыла да қимай қараймын. Сөйтіп, мына жақта немістер шабуылдап соғыс болып жатса, мына жақта Қаныштың ғылым үшін соғысы майданы енді Ұлытау жотасынан Алатау баурайына көшіп, сол жақта кешенді жүйелі түрде әрі қарай
жалғасын табады. Болды.